Дэн, қалайсың? Жақсымын, керемет. Дэн, мен сенен біраз сұхбат алайын. Школьный дневниктің 5-ші сериясы басталды ма, және қандай өзгерістер бар? Жаңа бөлімнің сценарий жағы дайын, ендігі тек суретін салу керек. Бірақ оны салудың менің күн тәртібімен байланысты әзірге ыңғайы келмей жатыр. Сол себепті мен оның қашан шығатынын шамамен айта алмаймын. Өзгерістер жағына келсек, кейбір кейіпкерлердің дизайны өзгереді және рисовка жағы жақсарады. 5-ші бөлімді жылдамырақ шығаруға тырысам, бұл бөлімді жасау мен үшін шынымен қызық болайын деп тұр. Школьный дневниктің 4-ші сериясына қарасақ, 17 минуттық анимация. Осындай 17 минуттық анимация жасау барысында қандай қиыншылықтан өттің? 4-ші бөлім қазіргі кезде менің ең үздік жұмысым. Оны салу үшін 4 ай уақыт кетті. Әрине қиыншылықтар көп туындады. Алдымен сценарий жағынан күрделі болды. Себебі мен жазған сценарий өте ұзақ. Яғни 4-ші бөлімде көрсетілгеннің барлығы сценарийдің жартысы болып келеді. Оны қысқарту және өңдеу керек болды. Соның өзінде де 17 минутқа кетіп қалды. Кейінірек дыбыс жағынан қиыншылық туды, себебі менің әдетте қолданып жүрген құлаққабымның микрофоны бұзылып қалды. Жақсы дыбысты жазу үшін микрофон сатып алу керек. Сол сатып алғаннан кейін дыбыс сапасында айырмашылық болмау үшін бүткіл осыған дейін жазған дыбыстауды кері жазу керек болды. Ең күрделі жер мен үшін Илдардың балалық шағын салу. Неге десеңіз, бұл сценаны салу маған өте қызықсыз болды. Өзімді қинап салғыздым. Даниэльдің бұғылардан қашқаны, Илдардың төбелесі, бұның барлығының анимациясын жасау өте керемет әсерлер берді маған. Сондықтан оларды салу маған қиыншылық тудырмады. Илдардың балалық шағы маған қызықсыз болғандықтан оны салу қиынға соқты. Белгісіздің 4-ші бөлімі жайлы не айтасың? Белгісізді Нұрлан Қаламов маған заказға салдырған болатын. Бағасын айтпай қойын, бірақ мен 1 ай уақытымды сол мультфильм үшін арнадым. Нұрлан маған сценарий және раскадровкаларды жіберіп отырды, ал мен соларға қарап анимация салдым. Мультфильмді мен кешке қарай бос уақытымда бірнеше сағаттап отырып салатынмын. Менен анимация, Нұрланнан монтаж және дыбыстау. Екеумізге де нәтиже ұнады, көрермендерге де ұнады деген ойдамын. Осы жазың қалай өтті? Осы жаз мен үшін қиын болды. 1 айым колледжге дайындықпен өтті, ал келесі айдың соңында сол дайындалған колледжге экзамен тапсырдым. Өкінішке орай түсе алмадым. Қатты қайғырдым. Бірнеше күн стресстен шыға алмай жүрдім. Неге десеңіз, 1 жыл бойы сол колледжге түсу үшін сурет салып үйрендім ғой. 2 ай демалысымда демалмадым. Бірақ ата-анам мен достарымның қолдауының арқасында ол жағдай жайлы ұмытып та кеттім. Жаздың соңғы айын мен демалам деп шештім, Алматыда өткіздім. Көп дүние көрдім. Ең қызығы Қаламовпен кездестім. Дұршак. Екеуміз әңгімелесіп, болашақтағы жоспарлармен бөлістік. Дүкен араладық, көшеде қыдырдық. Нұрлан өзі көңілді, керемет жігіт екен. Келесіде тағы да көрсеміз деген ойдамын. Ал Дэн, осы сұхбатқа келгенге көп рахмет. Ал достар, біздің видеомыз соңына да жетті. Енді келесін сұхбатқа кімді шақырайын, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Рейн және Дэн. Ал сау саламатта болыңыздар. Yo,